Сәлем баршаңызға, қалайсыздар? Үйлеріңізде айрандарыңыз ашып тұрған болса, төгуге асықпаңыздар. Сол ашып тұрған айраннан осындай дәмді әрі жұмсақ, пышный болып шығатын оладушкилер жасайтын боламыз. Менің парақшама тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер рецепті. Онда бастадық. Бізге ыдысымызға қантымызды, бір штук жұмыртқамызды және де ванилинімізді саламыз. Ванилин салмасаңыздар да болады, ол міндетті емес. Енді жаңағы айтып өткенімдей бөлме температурасында тұрған, ашып тұрған айранымызды құямыз ішіне. Сіздерге рецепті толықтай описанияға жазып қалдырам, сол жақтан көрсеңіздер болады. Үстінен жаңағы ашып тұрған айранымызды құямыз. Жақсылап тағы да біркелкі болғанға дейін араластырып аламыз. Бір чайный ложка ас содасын саламыз, қатты толтырмай саламыз. Енді венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Бізде осындай тағы айран мен ас содасы екеуі осындай көпшіп реакцияға кіріседі, көріп тұрғандарыңыздай. Енді електен шығарылған ұнымызды саламыз. Ұнымызды 1-2 бөлікке бөліп саламыз. Бізде жақсылап араластыруымыз қажет, ішінде комок болып қалмасын. Ұндарымызды жайлап салып отырып, осылай бізде қою масса дайын болады. Алдын ала табамызды қыздырып қоямыз. Ішіне кішкентай ғана май құямыз, көп құймайсыздар. Қызып тұрған табамызға осылай бір ас қасықтан толтырып, осылай домалақ етіп жайып жеріп пісіріп аламыз. Басында бізде қыздыру керек, кейін астын жай қып қойыңыздар. Іштері барлығы толықтай пісу үшін астын жай қаққандарыңыздан кейін осылай екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Ас қатты болса іші піспей қалады және де күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан осындай біздің оладушкилеріміз қараңыздар, осындай томпақ, әдемі болып шығады, әрі тез піседі. Таңғы асқа міндетті түрде отбасыларыңызға жасап беріңіздер, тез дайын болады, әрі тәтті. Жаңағы айтып өткенімдей ашып тұрған айранды төгуге асықпаңыздар. Осылай барлығын салып пісіріп аламыз бір ас қасықтан. Осымен біздің оладушкилеріміз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Балдарыңызға, отбасыларыңызға ұнайтыны сөзсіз, әрі тез дайын болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Оладушкилеріміз қаймақпен, вареньялармен, шоколадтермен, медпен барлығымен өте күшті кетеді. Әрі тез дайын болады. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Парақшамда тағы да көптеген рецептілер бар, көрсеңіздер болады. Алдағы уақытта тағы да күшті рецептілермен бөлісетін боламын. Баршаңызға рахмет.